Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл дискаунт және премиум зоналар туралы болмақ. Жалпы сауда жасаған кезде осы аймақтарды қалай пайдаланып тиімді сауда жасаймыз, сонымен қатар графиктен осы аймақтарды қалай дұрыс белгілейміз, сол туралы осы видеода айтып беретін болам, және қосымша графиктен бірнеше мысалдар келтіретін болам. Ендеше видеомызды бастайық. Графикалық мысалға өтпестен бұрын бізге ең бірінші схематикалық мысалды түсініп алуымыз қажет. Бұл мысалда мен екі тренд түрін сызып қойдым. Оның біріншісі восходящий, яғни өсіп бара жатқан тренд, ал екіншісі нисходящий, ол төмендеп бара жатқан тренд. Мінекей мына суретте біз екі зонаны көріп тұрмыз. Оның біріншісі дискаунт зонасы жасыл түспен белгіленген, ал екіншісі ол премиум зонасы қызыл түспен белгіленген. Енді осы бізде біріншісі дискаунт зонасы. Дискаунт зонасында біз әрқашан восходящий тренд кезінде, яғни осылай келе жатқан тренд болса, коррекция кезінде осы дискаунт зонасынан сатып алуға тырысамыз. Яғни бұл аймаққа келген кезде, түскен кезде бізде баға арзандайды. Мысалы, мына аймақта бізде баға $200 болып тұрса, ол коррекция жасаған кезде $100 арзандауы мүмкін. Сол сәтті пайдаланып, осы аймақтардағы бір пой зонадан, интересный зонадан лонг позиция ашсақ болады. Ал нисходящий тренд кезінде біз ол аймақты қалай пайдаланамыз? Яғни бізде баға импульс жасайды, және коррекция жасаған кезде біз осы премиум зонасында бір интересный аймақты тауып алуымыз керек. Яғни ол имбаланс немесе ордер блок деген сияқты. Және сол аймақтан біз шорт позицияға ашамыз. Енді восходящий тренд кезінде дискаунт зонасын қалай сызамыз, соны түсіндіріп өтейік. Бізде дискаунт зонасын сызу үшін ең бірінші структураға қараймыз. Алғашқы қалыптасу керек нүкте ол swing low, ал екінші қалыптасу керек нүкте ол swing high. Яғни дәл осы екі нүкте қалыптасқаннан кейін бізде баға коррекция фазасына өтеді, және сол кезде біз бағаның дискаунт зонасына түскенін күтуіміз қажет. Бұл мысалда бізде swing low және swing high нүктелеріне дейін сыздық, және бағаның дискаунт зонасына дейін түскенін күттік, бірақ өкінішке орай бізде баға осы аймақтан коррекция жасап өсіп кеткен болатын. Келесі бізде сол өскеннен кейін структура бұзылды, яғни бізде осы аймақта жаңа интересный зона қалыптасқан болатын. Баға дәл осы жерге келіп, осы аймақтағы пой зонадан тест жасап өсу керек еді, бірақ өкінішке орай бізде баға дәл осы аймақтан ешқандай разворот жасаған жоқ. Оған себеп бұрындағы бағаның осы дискаунт зонасына тест жасамауы немесе сол аймаққа келмеуі. Сол келмеуінің кесірінен бізде дәл осы минимум, IDM трейдерлардың стоптарын алу үшін, немесе осы жақтағы неэффективностьті толтыру үшін бізде баға дәл осы дискаунт зонасына қайта келіп тест жасайтын болады. Кейін бізде тағы да баға осы жердегі ликвидностьті шешкеннен кейін жоғары қарай импульстік қозғалыс жасаған болатын. Содан кейін бізде осы аймақта структура өзгерген болды. Енді бұл жерде swing low нүктесінен swing high нүктесіне дейін біз дискаунт және премиум зоналарын сызып алдық, және айтып өткеніміздей біз интересный зонаны осы дискаунт зонасынан іздейміз восходящий тренд кезінде. Және мына жерде тағы да бізде баға өсіп бара жатып, қайтадан ішкі структурада коррекция жасаған еді. Сол кезде де бізде баға дискаунт зонасына түсті. Кейін біз макро структураны сызамыз, яғни бұл толықтай бағаның импульстік қозғалысын аяқтап, нақты уақытша коррекциялық қозғалысқа өткенін көруге болады. Ал мынау жай ғана ішкі структурадағы бағаның дискаунтқа қайтқаны. Ал нисходящий тренд кезінде де дәл солай. Бұл жақта қарама-қарсы керісінше болады барлығы. Бірінші біз бағаның swing high қалыптастырғанын, кейін swing low қалыптастырғанын күтеміз. Және мына аймақта да бізде баға премиум аймағына келген жоқ. Сол себепті дәл осы максимумды баға бізде ликвидность ретінде пайдаланған болатын, және трейдерларды манипуляциялау үшін. Қайтадан баға бізде swing low және swing high нүктелерін қалыптастырған болатын. Мына қозғалыста да бізде баға премиум аймағына жетпеді, сондықтан баға қайтадан келіп осы ликвидностьті шешіп, ары қарай премиум зонасындағы бір интересный зонаға тест жасап, төмендеуін жалғастырған болатын. Осы жерде де бізде кіші структурада осы премиум зонасына келіп тест жасады, содан кейін барып төмендеген болады. Және баға толықтай өзінің коррекциялық қозғалысын аяқтап, осы жерде импульстік қозғалыс жасаған болатын, және осы жерде структураны жаңартқан еді. Және біз дәл осы swing low'дан swing high'ға дейін сызып, осы премиум зонасындағы
бір интересный зонаға бағаның келіп тест жасап, сол жақтан шорт позиция қарасақ болады. Бұл мысалда баға бізде восходящий трендтан нисходящий трендқа толықтай ауысқанын көруімізге болады. Оған себеп дәл осы higher low нүктесіне бізде пробой болды, және осы жерде бізде структура өзгерген болатын. Ендігі келесі біздің әрекетіміз ол дискаунт және премиум зоналарын сызу. Схематикалық мысалда түсіндіргеніміздей, егер біз нисходящий тренд кезінде сауда жасайтын болсақ, әрқашан премиум зонасынан сатуға тырысамыз, және осы жақтардан интересный зонаны іздейтін боламыз. Қазіргі уақытта бізде swing high нүктесі қалыптасты. Мінекей бізде swing low нүктесін пайда болғанын көріп отырмыз. Және дәл осы аймақтан біз премиум және дискаунт зоналарын сызып аламыз. Және осы премиум зонасына бізде қандай интересный зоналар бар. Оның біріншісі ол order block зонасы, бірақ бұған бізде көріп отырғандарыңыздай тест болып қойған. Өкінішке орай бізде баға премиум зонасына келген жоқ. Келесі қозғалыс ол мүмкін баға дәл осы жерде разворот жасап, осы премиум зонасына қайтып келіп, трендті жалғастыру мүмкін. Негізі бізде екінші структуралық қозғалыс структура қалыптасқан болатын. Оның біріншісі осы жердегі swing high және екіншісі swing low. Бірақ бұл структура бойынша, яғни мен мына жерден дискаунт және премиум зоналарын сызып, мен осы аймақтардағы премиум зонасынан позицияға кірмеймін. Неге? Себебі осы максимум бізде премиум зонасындағы бір интересный зонаға тест жасаған жоқ. Сондықтан мен бағаның дәл осы минимумға пробой жасағанын күтемін, жаңа структураның пайда болған. Кейін маған керек қозғалыс ол жаңа swing low-дың қалыптасқанын күту. Мінекей бізде swing low нүктесі қалыптасты. Дәл осы swing low-дан осы swing high-ға дейін, және бұл аймақта бізде дискаунт және премиум аймақтарының дәл ортасында эквилибриум зонасында бізде FVG, яғни имбаланс бар. Премиум зонасында орналаспаған бұл имбаланс. Сондықтан біз басқа интересный зонаны іздесек болады. Ол бізде дәл осы order block зонасы немесе order flow зонасы. Order block зонасына бағаның тест жасағанын күтемін. Өкінішке орай бұл жерде де бізде баға премиум зонасына жеткен жоқ. Керісінше дәл осы жерден дискаунт зонасынан разворот жасап төмендеп кеткенін көруге болады. Бұл аймақта менде енді жаңа структура қалыптасқан болатын, бірақ мен бұл максимумды сенімді, яғни сильный максимум ретінде пайдалана алмаймын, себебі бұл премиум зонасында бізде тест жасаған жоқ. Сондықтан бұл стимул болып саналуы мүмкін, яғни баға дәл осы максимумды алып кетуі мүмкін келіп, ары қарай бағаның қозғалысын бақылайық. Енді бізде бұл аймақта ликвидность шешілді, баға премиум зонасындағы order block аймағына тест жасады. Кейін дәл осы жерден кіші таймфреймде структура өзгергеннен кейін шорт позицияға кіруге болады. Немесе дәл осы order block зонасынан позицияға кіріп, стопты осы максимумға және тейкті дәл осы минимумға немесе 2R қылып таргетімізді орналастырсақ болады, және бағаның отработкасын күтеміз. Бізге контекст керек үлкен таймфрейм бойынша. Дәл осы минимумды шешкеннен кейін осы жерде структураны өзгерткен болады. Және бұл бізде импульсті қозғалыс, ал бұл коррекциялық қозғалыс. Және дәл осы жерден тағы да біз дискаунт және премиум зоналарын сызатын болсақ, бұл бізде восходящий тренд. Сондықтан восходящий тренд кезінде біз дискаунт зонасынан яғни интересный зонаны іздеуге тырысамыз. Енді бізге структураның өзгергенін күтуіміз керек. Қазіргі уақытта бізде ең маңызды максимум ол осы swing high. Дәл осы маңызды максимумға пробой болса, онда толықтай структура өзгерді деген сөз. Мінекей бізде баға өте агрессивті, белсенді түрде дәл осы максимумға пробой жасаған болатын. Бұл бізде толықтай структураның өзгеруі болып саналады. Және дәл осы аймақтан біз тағы да премиум және дискаунт зоналарын сызсақ болады. Қазіргі уақытта бізде swing low және swing high нүктелері қалыптасты. Осы жерден мен дискаунт және премиум зоналарын сызып аламын. Дискаунт зонасында бізде не бар? Әрине дәл осы аймақтағы order block зонасы бар. Осы жерден точка входа іздесек болады, кіші таймфреймға кіріп, немесе дәл осы аймақтан лонг позицияға кіре берсек болады, лимитный ордерімізді орналастырып. Мына жерде енді тағы да бізде коррекция жасаған, бұл өте қысқа ғана коррекция алған, сондықтан бұл жердегі минимумдарды, ликвидностьтерді бізде баға стимул ретінде немесе
трейдерларды манипуляциялау ретінде қолданған деп айтсақ болады. Баға дискаунт зонасына түскенін көріп отырмыз. Ары қарай тағы да бізге жаңа структураның қалыптастырып бергенін күтеміз. Дәл осы минимумнан бастап максимумға дейін сызамыз. Бұл аймақта бізде тағы да екі имбаланс нүктесі бар екенін көріп отырмыз. Ол біріншісі осы жерде, ал екіншісі дәл осы аймақта. Кейін біздің order flow немесе order block зонамыз ол премиум зонасында орналасқан. Сондықтан біз бұл order блоктың 50%-ын пайдалансақ болады. Order блоктың 50% мен имбаланс осы. Айтып өткенімдей бізде баға дәл осы имбалансқа келді, бірақ order блок зонасының 50%-на келген жоқ. Но осы жерден long позицияға кіруге мүмкіндік болды. Swing low және swing high нүктелеріне дейін белгілейміз. Және бізде дискаунт зоналарында қандай интересный зоналар бар. Біріншіден, осы жерде order блок зонасы бар. Екіншіден, fair value gap, яғни имбаланс бар осы аймақта. Және осы екі зона бар екен, осы дискаунт зонасында. Яғни осы екеуінің біреуіне бағаның тест жасағанын күтеміз. Өкінішке қарай баға дискаунт зонасына түскен жоқ. Осы жерде премиумнан келіп разворот жасап кеткен болатын. Сондықтан ары қарай бағаның қозғалысын бақылай береміз. Мүмкін баға келіп осы жердегі минимумды алады, немесе алмайды. Ол белгісіз. Яғни осылай тренд, осы сыртқы ликвидностьке дейін бізде осылай тренд жалғасатын болады. Яғни баға дискаунт зонасына жетеді, кейін өседі, дискаунт зонасына жетеді, кейін өседі. Сіздерге дискаунт және премиум зоналар түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.